Қаржылық мониторинг агенттігі Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті автомобиль жолдарын күрделі жөндеуге бөлінген бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша тергеуді аяқтады. 2023 жылғы наурызда мемлекеттік сатып алу қорытындысы бойынша Сырым аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі мемлекеттік мекемесі мен Сапақ өндірістік кооперативі арасында Жымпиты ауылындағы жолдарды жөндеуге 259 миллион теңге сомасына шарт жасалған. Алайда Сапақ өндірістік кооперативі директоры Ақби жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директорымен сөз байласып, сеніп тапсырылған қаражатты иемдену схемасын ұйымдастырған. Күдіктілер орындалған жұмыстар актілеріне жалған мәліметтерді жүйелі түрде енгізіп отырған. Құжаттарда асфальт төсеу, жер қазу, бетондау, су құбырларын жүргізу және басқа да жол жұмыстары толық көлемде көрсетілгенмен, іс жүзінде олар орындалмаған немесе әлдеқайда аз көлемде атқарылған. Жалған актілер негізінде тапсырыс беруші бюджет қаражатын Сапақ өндірістік кооперативінің есеп шотына аударып отырған. Кейін қаражат схемаға қатысушылар арасында бөлінген. Мемлекетке келтірілген материалдық залал 56,5 миллион теңгені құрады. Сот санкциясымен күдіктілердің бірінің пәтеріне тыйым салынды. Оларға қатысты ешқайда кетпеу және тиісті мінез құлық туралы қолхат түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылды. Қылмыстық іс сотқа жолданды. Бұдан бөлек бұған дейін сот үкімімен Сырым аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі мемлекеттік мекемесінің басшысы лауазымдық өкілеттіктерін теріс пайдаланғаны үшін кінәлі деп танылған. Қазақстан Республикасының қылмыстық процестік кодексінің 201 бабына сәйкес өзге ақпарат жария етілмейді.